Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Мағжанның атасы Жұмабай Қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Бекен өжет, өте пысық еді. Қоянды базарына жиі қатынайтын. Сол ұзын жолда ыңылдап өлең шығарады екен. 30-дың бел ортасында елге билік айтуға қолы жетті. Болыстыққа сайланды. Анасының есімі Гүлсім. Гүлсім Қызылжарда тұратын Керей Әшірбек деген саудагердің қызы. Мағжанның бойындағы сейірлік, ақындық қасиеттер әкеден болса, жүрегінің жұмсақтығы, нәзіктігі, жұртқа қайырымдылығы осы шешесінен деседі. Бекен мен Гүлсімнің отбасында 7 ұл бала мен 2 қыз тәрбиеленді. Әділдігімен, адамгершілігімен өз ортасының алды, беделдісі болған Бекеннің Мүсілім, Қаһарман, Мағжан, Мұхамеджан, Салтай, Қалижан, Сабыржан, Гүландан, Гүлбарам есімді балалары болды. Әке қамқорлығының арқасында барлық балалар қажетті бастауыш білім алды. Олардың ішінде Мағжан, Қалижан және Сабыржан жоғары білім алды. Ол уақытта кез келген ата-ана ондай молшылық көрсете алмайтын. Бірақ Бекен балаларының болашағы үшін бәрін жасады. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы нөмірі 1 мешіт жанындағы белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Мұхамеджан Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды. Қазақ, татар әдебиеттерін Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. Баспадан 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын сөзі алтын Хәкім Абайға деген өлең жазды. 1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алды. Онда татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтен дәріс алды. Белгілі қайраткер Сәлімгерей Жантөринмен тығыз қарым-қатынас орнатады. Болашақ көрнекті жазушы Бейімбет Майлинмен танысады. Ибрагимовтың көмегімен 19 жасында Қазан қаласында Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағын басып шығарады. Бұл 1912 жылы болған еді. Содан бастап Жұмабаевтың есімі Омбы, Петропавл, Семей қалаларындағы әдеби қауымға мәшһүр болады. Жазғандары жұрт аузына ілігіп, жастардың піріне айналады. Садақ журналын шығаруға атсалысады, басылымға өзінің өлеңдерін жариялайды. 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыды. Бірлік ұйымының жұмысына белсене атсалысып, Балапан қолжазба журналын шығаруға көмектеседі. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы секілді алаш қайраткерлерімен байланыс орнатып, Қазақ газетіне өлеңдерін жариялайды. Алаш партиясының Ақмола облысы комитетінің мүшесі болды. 300 партиясы өкілдерінің жалған айыптауымен бір айдай абақтыда отырып шығады. 1919-1923 жылдары Ақмола губерниялық Бостандық туы газетінде, Шолпан, Сана журналдарында, Ақжол газетінде қызмет істеп жүріп, халықты ағарту жұмысына белсене араласады. Сол кезеңде қалың қауымға таныс Батыр Баян поэмасын жазып, жарыққа шығарады. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтында оқиды. Онда орыс әдебиетін
батыс Еуропа әдебиетін терең зерттеп, орыс мәдениет қайраткерлерімен жете танысып, көпшілігімен достық қарым-қатынаста болады. Мәскеуде оқып жүргенде оның шығармалары орынсыз сынға ұшырады. 1924 жылы 24 қарашада Мәскеу қаласындағы Шығыс еңбекшілері коммунистік университетінде қазақ жастарының жерлестік ұйымында жиналыс өтіп, олар Мағжанның жыр жинақтарын талқыға салды. Мәскеуде оққан қазақ жастары оған ескілікті жырлаушы ақын, кер тартпа, көнені көксеуші ақын, заманмен бірге алға жылжуды қаламайды деп ат қойып айдар тақты. Сөйтіп ақын шығармаларын теріске шығаратын қаулы қабылданды. Жаңа құрылысқа, жаңа тұрмысқа қатысты өлең жазбаса да, тап күресіне белсене араласып, кедей сөзін сөйлемедің деген айыппен Жұмабаев қатаң сынға алынды. Мағжан Жұмабаев қай жерде жүрсе де, оған шығармашылық одақ құру туралы ой маза бермейді. Ол КСРО жазушылары одағы сияқты ұйым құруды көптен армандап жүретін. Ол ұйымға алқа деп ат та қойған. Ұйымның жобасын Қазақстанның әр түкпірінде тұратын әдебиетші қауымға пошта арқылы жіберіп те үлгерген. Ақын 1927-1929 жылдары Бурабайда, одан соң Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарады. 1929 жылы Мағжан алқа атты жасырын ұйым құрған үшін деген айыптаулармен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жылға айдауға кесіледі. 1936 жылы Максим Горький мен Пешкованың араласуымен бостандық алып, Қазақстанға қайтады. Петропавл қаласында мектепте орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып жұмыс істейді. Көп ұзамай қалалық оқу ісінің меңгерушісі оның саяси себептерге байланысты деген айыппен мұғалімдік қызметтен босатады. 1937 жылы наурызда Мағжан Жұмабаев Алматыға келеді. 1937 жылы 30 желтоқсанда Мағжан қайтадан қамауға алынып, 1938 жылы 19 наурызда халық жауы деген айыппен ату жазасына кесіледі.